Келесі бір тақырыбымыз ол қозғалысты графикпен көрсету. Әрине де бұл тақырып өте маңызды кинематикада, өйткені көбінесе графикалық есептер осы қозғалысты графикпен көрсету үшін беріледі. Енді ең бірінші біз әрине де бір қалыпты қозғалыстан бастайық. Так, осы жерде қояйық бір қалыпты қозғалыс. Бір қалыпты қозғалыс. Енді бір қалыпты қозғалыс дегенімде бізде жылдамдық тұрақты табылады, v константа. Енді графиктің өзара бір үш түрі бар. Ең біріншісі біздің көрсететіміз ол мысалы жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графикі, яғни v at t. Мынау жерде бізде v болады, мынау жерде бізде уақыт болады. Т секунд, мысалы жылдамдық бізде метр секундпен берілген. Енді айталық біздің жылдамдығымыз, мысалы 5 метр секунд болсын. Иә, оның мысалы 1, 2, және 3 секундтағы жылдамдығын қарастырайық. Мынау бізде тұрақты жылдамдық. Тұрақты жылдамдық дегеніміз ол уақыт өткен сайын сондай қала беретін шама. Яғни, егер де бізде жылдамдығымыз 5 метр болса, бірінші секундтан кейін ол солай 5 метр секундына қала береді. Екінші секундына да сондай 5, и үшінші секундтан да 5 метр қала береді. Яғни, жай ғана осындай түзу сызық болады 5 метр секундына. Енді келесі осы графиктен біз жолды таба аламыз. Егер де сізге мысалы айтса, t тең 3 секундтағы оның жүрген жолын тап десе, сіз аласыз да осы 3 секундтан оған нормаль түсіресіз, немесе перпендикуляр, и осы пайда болған фигураның ауданы бізде жолды береді. Яғни, мынау мысалы ауданы, мынау жердегі оның мысалы ұзындығы a ол не? Жылдамдық. Мынау жердегі b ол бізде уақыт. Мынау бізде тіктұртбұрыш. Тіктұртбұрыштың ауданы ол v көбейтілген t. Дұрыс қой, иә, мынаны аламыз да ауданын табамыз. Яғни s-тен 5 көбейтілген 3, яғни 15 метр болып табылады. Әрине де біз жай ғана формуланы қолдануға болады, бірақ та егер де сізге графикалық түрде берілсе, жай ғана нормальды түсіресіз де осы пайда болған фигураның ауданын табасыз. Келесі бізде ол как раз таки осы жолдың уақытқа тәуелділік графигі. Яғни осы жерде s метрмен берілген, я, осы жерде t уақыт секундтармен берілген. Мысалы қайтадан осы 1, 2, 3 секундты алайық, я. Енді осы графикті жеңіл салу үшін біз осындай бір кестені құрастырайық. Осы жерде мысалы t болсын, осы жерде s болсын, әрине сіз соны ауыстыра аласыз. 1, 2 и 3 секунд. Енді қайтадан осы 5 метр секундты алайық, и демек s-тен бізде 5t болады. Я, өткені 5 ол бізде жылдамдық. Енді осы жерге уақытты қоя берейік. Біріншісі s1, 5 көбейтілген 1, яғни 5 метр шығады. Әрі қарай көбейтеміз 2-ге, ол бізде 10, көбейтеміз 3-ке, ол бізде 15 метр болып шыға келеді. Так, раз. Мынау жерде 5, мынау жерде 10 и 15 метр. Яғни бірінші секундта ол 5-ті жүрді, екінші секундта 10 жүрді, және үшінші секундта 15 метрді жүрді. Яғни енді осы пайда болғаны 3 нүктені біз аламыз да бір түзудің бойында қосамыз. Мінекей ол бізде жолдың уақытқа тәуелділік график болып тұр. Енді осы графиктен мысалы біз нені таба аламыз? Егер де кез келген нүктені алсақ, мысалы осы жерде 10 және 2, 10-ды егер де біз бөлсек 2-ге, біз жылдамдықты таба аламыз. Яғни 10 бөлінген 2, 5 метр секунд. Егер де сізге осындай кесте берілмесе, сіз осы графиктен жылдамдықты оңай таба аласыз. Және де кеттік ары қарай, ең соңғы бізде график, соңғы емес, кешіріңіз, ол бізде координаты x, t, 1, 2, 3 мысалы секунд, я, и осы жерде белгілі бір шамалар болсын. Енді мысалы біздің денеміз
біздің санақ денесінен осы жердегі О нүктесі, мынауда О нүктесі, яғни осы жерде біздің ағашымыз тұр деген сөз. Ол мысалы 2 метр жерден өзінің қозғалысын бастады. Мына осы жерге қарай. Так. Яғни мынау бізде не болып табылады? Бастапқы координатымыз. Солай қалдыра берейік, жылдамдығымыз 5 метр секунд болсын. Демек, қозғалыс теңдеуін жазуымыз керек. Біз x-тен x0 қосылған vt болды бізде. Демек, x-тен 2 метр бастапқы координатымыз қосылған vt, яғни 5 көбейтілген t. T ол бізде айнымалы болып табылады. Демек, біз оны t ретінде қалдыра берейік. Енді дәл жолға сияқты біз t, енді x-ті графигін салайық. 1, 2, 3 секунд. Табайық. 2 қосылған 5 көбейтілген 1. Ол 7. Содан кейін 2 қосу 5 көбейтілген 2. 12 метр. И осы жерде 2 қосылған 5 көбейтілген 3. Ол бізде қанша? 17 метр болып табылады. Енді осы жерден салайық. Бірінші секундта ол. Так. Мынау жерде мысалы 2 метр болсын, Так, даже 2 метр осы жерде болсын. Демек, осы жерден бастап x0-ден. Мынау жерден бастап біз графикті салуды бастайық. Так, мысалы бірінші секундта ол. Так, мында неше? Мынау жерде 10 болсын. Мынау жерде 15 болсын. 5. Так, бірінші секундта ол 7 өтті метрді. Екінші секундта. Так, осы жерде 12 болсын. И үшінші секундта. Так, 17 болсын. Осыны аламызды. Осылай қоса салайықта координатаның уақытқа тәуелділік x атты графигін салды. И соңғы график ол бізде үдеудің уақытқа тәуелділік графигі. Үдеу дегеніміз ол жылдамдықтың метр секунд квадраты. Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын көрсетеді. Яғни А-тен V бөлінген T. Бірақ та бізде жылдамдық тұрақты, константа. Демек, бізде осы жерде үдеу де жоқ, 0 болып табылады. Демек, біз аламыз да, мысалы, осы жерде 0 болса, жай ғана мынаның үстінен x өсі, яғни уақыттың өсімен көрсетеміз. Бізде жылдамдық жоқ деп. Ол бізде бір қалыпты қозғалыс үшін графиктер көрсеткен болатынбыз.